Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1 сыныптың 13 сабағы. Сабақтың тақырыбы 6 санының құрамы. Бірінші тапсырма. Суретке қара, заттарды сана дейді. Балалар бізге тақтадағы назар аударсындар, бізде үш бұрыштар тұр. Бірінші қатарында. Енді ақ үш бұрыш бізде 2, қызғылт үш бұрыш бізде 4. Барлығы 6 үш бұрыш тұр екен. Келесі төмендегісі. Сары төртбұрыш 3, көк төртбұрыш 3, барлығы 6 төртбұрыш бар екен. Және ең төмендегі бізде 6 бұрыштар тұр. Қызғылт 6 бұрыштан 5 және 1, сары 6 бұрыш тұр, барлығы 6 бұрыш тұр. Енді балалар мұғалімнің столының үстіне назар аударыңдар. Мұғалімнің столының үстінде 3 көк доп тұр, кішкентай, және күлгін түсті 3 кішкентай доп тұр. Одан кейін бізде 2 үш бұрыш тұр, қызғылт, және жасыл үш бұрыштан 4 тұр. Мұғалімнің столының үстінде демек 6 доп тұр кішкентай, және 6 үш бұрыш тұр. Заттардың санын салыстыр. Балалар ақ үш бұрыш бізде 2 тақтада тұрған, және қызғылт үш бұрыш 4. Демек 4 көп болғандықтан 2-ден 4 артық болып тұр. Келесі одан төмендегі тақтаға қарасындар суретке 4 бұрыштар тұр бізде. Сары 4 бұрыш және көк 4 бұрыш. Сары 4 бұрыштың саны 3, көк 4 бұрыштың саны да 3, демек екеуі тең. Енді балалар мұғалімнің столына қарасындар 3 бұрыштар тұр. Жасыл 3 бұрыш 4, қызғылт 3 бұрыш 2. Демек 4 артық болып тұр 2-ден. Енді балалар тақтадағы ең соңғы астындағы суретке назар аударсындар, бізде 6 бұрыштардың суреттері тұр. 6 бұрыш, қызыл 6 бұрыш бізде 5, және соңындағы сары 6 бұрыш бізде 1. Демек 5 артық 1-ден. Келесі мұғалімнің столына қарасындар, бізде кішкентай доптар тұр, көк түсті және күлгін түсті. Енді күлгін түсті бізде 3, және көк түсті бізде 3, демек екеуі тең. Және класста 6 парта тұр, және 1 тақта тұр. Демек 6 артық 1-ден. Келесі екінші тапсырма. 6 санның құрамын айт. Балалар бізде 5-ке неше қосқанда 6 болады? Дұрыс айтасыңдар, 5-ке 1 қосқанда 6 болады. Келесі 4-ке неше қосқанда 6 болады? Дұрыс айтасыңдар, 4-ке 2 қосқанда 6 болады. Келесі 3-ке 3 қосқанда 6 болады. 2-ге 4-ті қосқанда 6 болады. Және 1-ге 5-ті қосқанда 6 болады. Мінеки балалар 6 санның құрамы осындай, осыны жаттап алыңдар. Келесі үшінші тапсырма балалар. Бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз дейді. Бізде балалар 3-ке неше қосқанда 6 болады? Дұрыс айтасыңдар, 3-ке 3-ті қосқанда 6 болады. Келесі 6-дан 3-ті азайтсақ 3 болады. Келесі қатарды көрейік. 4-ке 2-ні қосқанда 6 болады, және 2-ге 4-ті қосқанда да 6 болады. Бұл жерде балалар қосылғыштардың орны ауысса да қосындының мәні өзгермейді. Келесі 6-дан 4-ті азайтқанда 2 болады, және 6-дан 2-ні азайтқанда 4 болады. Келесі 5-ке 1 қосқанда 6, 1-ге 5 қосқанда 6, және 6-дан 1 азайтқанда 5, 6-дан 5 азайтқанда 1 болады балалар. Соңғы 4-ші есеп балалар. Есепті шығар. 6 қарындашты 3 стаканға бөліп салды. Егер стакандардың біреуінде 2 қарындаш болса, онда қалған 2 стаканда неше қарындаштан болуы мүмкін дейді. Бізде балалар қалған 2 стаканда 2-ден болады. Немесе біреуінде 1, екіншісінде 3 болады. Осымен балалар сабақ аяқталды. Сабақты соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.